Балапансыз балалар әндеріне арналған радио байқауының бүгінгі шығармашылығы әуе толқынында. Арыңыздар қадірлі радио тыңдарман. Баршаңызды бақытты балалық шақ әуендерінің ән шеруін тыңдауға шақырамын. Мен Алтын Махамбетова, хабар барысында әдеттегідей бүгінгі авторымыздың балалар әндерін таныстырамын. Сіздермен байланыстыратын дыбыс режиссеріміз Сәнзагүл Уәлиханқызы. Балапансаздың үздіген аталымы бойынша қатысатын бүгінгі үміткері ақын сазгер Тұрсынбек Кешубайұлы. Ал үздік орындаушы аталымы бойынша үміткеріміз Нұрсұлтан қаласындағы нөмірі 89-ші мектептің оқушысы Аруна Әбдіраш. Аруна, біздің бүгінгі студиямызға қош келдің. Саламатсыз ба, апай? Көңіл күйің қалай? Жақсы көңіл күйім. Дайындығың дұрыс па? Я. Жақсы, олай болатын болса біздің кішкентай Аруна бүгін Баян Аспабының сүйемелімен автордың «Әкем менің жақсы даматты» әнін табиғи дауыста орындап беретін болады. Олай болатын болса, құрметті радио тыңдарман, Арунаның әнін құр жіберіп алмай, қапы қалмай, біздің бағдарлама барысын тыңдай отырыңыздар. Балапансыз қоржыны бүгін тағы да 6 балалар әнімен толығады. Соның алғашқысына құлақ түріңіздер. Олай болатын болса, Тұрсынбек Кешубайдың әні «Қазақ ұланы» әнімен сөзін жазған автор орындайтын Нұргелді Байзекен. Тұрсынбек Кешубайдың «Қазақ ұланы» әні орындалды. Аруна, қалай, саған ұнады ма осы ән? Я, ұнады. Өте жақсы, өте сүйкімді орындапты да, Нұргелді.
Олай болса, құрметті радио тыңдарман, эфирде әуе толқынында Балапан саз радио байқауы жүріп жатыр. Балапан саздың бүгінгі сазгері Тұрсынбек Кешубай, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, республикалық білім беру ісінің үздігі. Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында жеке ән салу мамандығы бойынша және Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының кино, теледраматургия және ән өнері мамандығы бойынша жоғары білім алған. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің мәдениеттану бөлімі бойынша магистратураны тамамдапты. Оңтүстік Корея еліндегі Чоннам университетінен іс тәжірибеден өтіп, гуманитарлық ғылымдарының магистрі ғылыми дәрежесін иемденген. Тұрсынбек Кешубайұлы білім және мәдениет саласында тең қызмет атқарып келеді. Қайран қара бұрымдым, бұлым атты жеке ән жинақтары, Қызыл тамыр, Тау ұлына таңданбатты 2 жыр жинағы кітап болып шыққан екен. 40-қа жуық жыр жинақтары мен ғылыми топтамаларға шығармалар еніпті. 2016 жылдан бері ұстаз ретінде шәкірт тәрбиелей жүріп, балаларға арнап ән өлеңдер жаза бастаған. Ендеше, құрметті радио тыңдарман, сол әндердің бір қатарын бүгін тыңдап отырсыздар. Қазіргі орындалатын ән Әкешім әні мен сөзін жазған Тұрсынбек Кешубай, орындайтын Нұрбелді Тайзекен. Арнамызға жаңадан қосылған радио тыңдарманға таныстыра кеткім келеді. Бүгінгі Балапан саз радио байқауында сіздер ақын сазгер Тұрсынбек Кешубайдың әндерін, балалар әндерін тыңдап отырсыздар. Тұрсынбек Кешубай тек балаларға ғана емес, сонымен қоса ересектерге арналған Шолпан-ай, Сені сағындым, Күлкіңді сенің ұнаттым, Қазақ батырлары, Арман қыз сынды тағы басқа көптеген 50-ден астам әннің мәтінін жазыпты. Бұлбұлым, Сезім сыры, Ана тілегі, Көктем шаттығы, Қазақ ұланы, Алтын күз сияқты 40-қа жуық өзінің авторлық әндері бар. Құрметті радио тыңдарман, қазір кезекте автордың тағы да балаларға арналған келесі әнін тыңдаңыз. Алтын күз.
Құрметті радио тыңдаушылар, балапан саз ақын сазгерлерге балалар әндеріне арналған радио байқауының жаңа маусымы 2020 жылдың қаңтар айынан бастау алған болатын. Елімізде төтенше жағдай орын алуына байланысты наурыз айы мен қыркүйек айына дейінгі арада үзіліс болды. Дегенмен қыркүйек айынан бастап жалғасын тапқан байқауымызға 30-ға жуық автор атсалысып, әр аптада балалар әндерінің қатарына 7-8 әннен үлестерін қосып келді. Бүгін аталмыш байқаудың нүктесін қоятын авторымыз Тұрсынбек Кешубайұлы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, республикалық білім беру ісінің үздігі. Ал қазір автормен аз кем сұхбатқа құлақ түріңіздер, телефон арқылы байланысқа шығамыз. Алло. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Тұрсынбек? Қалдарыңыз қалай? Өте жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Әндеріңізді тыңдап. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын, жаңалықтарыңыз құтты болсын. Рахмет. Сіздің балалар шығармашылығына қалам тербеп ән жазып жүргеніңізге 4-5 жылдың көлемі болыпты. Қазіргі негізгі кәсібіңіз ұстаздық екенін білемін. Жалпы балаларды әнге баулып тәрбиелеудің қазіргі таңдағы маңызы қандай сіз үшін? Алло? Алло? Бізде автормен байланыс үзіліп кеткен сияқты. Олай болатын болса, кезекті келесі әнге бере тұралық. Тұрсынбек Кешубайдың әні мен сөзі Наурыз, орындайтын Нұргелді Пайзекен. Радио тыңдарман, біздің қазіргі авторымыз Тұрсынбек Кешубаймен әңгімемізді телефон арқылы байланысты жалғастырғымыз келеді. Тұрсынбек, бағанағы қойылған сұрақ есіңізде болар деп ойлаймын. Балаларды әнге баулып тәрбиелеудің қазіргі таңдағы маңызы қандай? Енді бүгінгі таңда жаңағы жаппай мына фонограммаға тосқауыл қоятын арнайы заң қабылданып жатыр ғой. Сол үшін жас ұрпақты кішкентай балапан күнінен бастап жанды дауысқа дайындау біздің қоғамның өнерме мәдениетіне ауадай қажетті үлкен бір жұмыс. Сол үшін өзім осындай қиындығы да, өзінің аштысы да, тәттісі де бар. Осы бала тәрбиелеу жұмысына кейде шаршасам да көбінесе қуана атсалысып жүрген жайым бар. Себебі
Бұл жерде басты сұрақ менде балаларды әнге баулудағы енді біздің негізгі мақсатымыз жалпы музыка пәні мұғалімдерінің, үйірме жетекшілерінің басты мақсаты әнші тәрбиелеуде емес қой негізінде. Менің сұрағым келгені осы бағытта болатын. Жалпы балаларды әнге баулуда қандай балаларға жақсы қасиеттерді бойларынан бере аламыз? Осы бағытта мысалға өзіңіздің тәрбиелеп жүрген шәкірттеріңіздің бойынан не көре аласыз балаларды әнге тәрбиелеген кезде? Енді абай атамыз айтады ғой, өнерді үйренде жирен деп. Өнердің жолы ауыр жол болса да, ол жас ұрпақтың болашақта өнерген білімді қатар алып жүруіне және мәдениетті, салауатты, саналы ұрпақ болып өсуіне, ол және келешек ұрпақтың сегіз қырлы, бір сырлы болып жетпеуіне, бұл өнердің маңызы зор. Дұрыс айтасыз. Жалпы қазіргі уақытта мектептегі музыка сабағына ұстаз ретінде қандай өзгеріс енгізген болар едіңіз? Музыка сабағына көңіліңіз толады ма? Енді көш жүре келе түзеледі дейді. Әу бастағы Қазақстандағы білім беру жүйесіне мен салыстырғанда бүгінгі таңдағы білім беру жүйесінде кәдімгідей жақсы беталыстар, жақсы бағыттар бар. Енді осы бетімен өзгерістерге ене берсе, алда уақытта бұл жас ұрпақтың әсіресе мектеп оқушыларының өнерге тәрбиелеуі бұдан да кемелдене түседі деген ойдамын. Енді қазіргі таңда мынау мектептерде кейде бір адамның іші ауыратын, бұған дейін көбінесе балалар әні бір аздық етіп жатады. Сол үшін мына балалар әндерінің көптеп жазылуы бұл алдағы балаларға ән сабағының тапсырма берудің және балалар әнін орындатудың бір ақ таңдағын толықтырады деген ойдамын. Қазіргі таңда ең үлкен бір әттеген ай көбінесе балалар, ересектердің әнін балаларға орындатып жатамыз. Неге дегенде, ол енді жетіспеушіліктен. Енді мынау сіздердің бағдарламаларыңыз сол ақ таңдақтың орнын толтыратынына кәдімгідей сенеміз. Алда уақытта осы балаларды әнге баулуда тек қана балалар ән орындалса және мына балалар шығармашылығына оздырылатын түрлі байқауларда тек қана балалар әнін орындаса, сонда әрқандай нәрсе әлгі қазақтың кеңдігімен өзіққабымен дейтін жаңағы. Дұрыс айтасыз. Тура келеді. Балапан сазында басты мақсаты бала балаша ән салсын. Менің негіз ұстанған ұраным. Жалпы өзіңіздің есіңізде ме, бала кезіңізде қандай ән айтып өстіңіз? Енді жаңағы Қошақаным қайда екен, сосын жаңағы өзі балалар әні бұрын саусақпен санарлық болды ғой. Иә. Толқуғаннан ба көп нәрсе түспей қалып жатыр. Иә, бұл қай кезде де мәселе болды дейсіз ғой, бірақ дегенмен де кейінгі уақытта балалар әндері аз деген әңгімеге мен аса қосыла қоймаймын, өйткені өзімде осы балалар шығармашылығына қызмет етіп келе жатқаныма 20 жылға жуық уақыт болған екен, көптеген балалар әндері жарыққа шықты. Бұл жерде көбіне музыка сабағына дәріс беретін ұстаздардың да бір жағынан ұстаздар тарапынан кетіп жатқан кемшілік деп айтқым келеді. Мысалы, өзіңіз қазір нақты уақытта қандай мектепте музыка сабағынан сабақ бересіз? Не болмаса үйірмеде? Мынау Жамбыл ауданындағы жастан оқушылар үйінде мақал сыныбының жаңағы жетекшісі болып жұмыс атқарамын. Енді бізде көбінесе дұрыс айтасыз, енді мына мұғалімдердің де қазіргі бұл нелері бар. Себебі не дегенде қазір осы балалар ән жазатын сазгерлермен байланыс орнату керек. Байланыс өте керемет кемелденді деуге келмейді. Енді мына осы балапан саз бағдарламасының енді осы ән топтамалары шығатын алдағы уақытта әрбір мектептерде, үйірмелерде осы ән топтамалары ары қарай балалардың ән қоржынында толықтырып тұратын болса, онда жаңағы бағанадан бері айтылып жатқан нәрселердің барлығы рахмет сізге. Рахмет сізге, Тұрсынбек. Сізге көп рахметімізді айта кеткіміз келеді. Шығармашылық шабытыңыз талмасын, балалар әндерін жаза беріңіз. Ал енді құрметті радио тыңдарман, бүгінгі авторымызбен мен телефон арқылы байланысты үземін. Өзінің кезегін күтіп отырған біздің кішкентай жұлдызымызға кезек бергім келеді. Аруна Әбдіраш, Нұр-Сұлтан қаласындағы нөмір 89-шы мектептің 1-ші сынып оқушысы. Қазір Тұрсынбек ағайының қандай ән орындап бересің? Әке менің жақсы. Әке менің жақсы адам деген ән орындап береді. Олай болса, құрметті радио тыңдарман, үздік орындаушы аталымы бойынша
бүгінгі байқауға қатысушы Арунаның әнін тыңдаңыздар, және осы біздің Арунамыз үздік орындаушы болсын дегендеріңіз Instagram парақшамызға кіріп Арунаға дауыс беріңіздер. Аруна, ән салуға дайынсың ба? Иә, дайынмын. Ал, кеттік онда. Әдеттегідей Баян аспабымен сүйемелдейтін, мен жоба жүргізушісі Алтын Махамбетова. Қылығыма елітіп балалық, айтатұғын ақылын даналық, асқарта өмәкешім тірегін, ақтаратын ағынан жүрегін. Әкем барда ешкімнен жасымаған саспаған, тұғырына төлеті жаңа өмірге бастаған. Көңілімді қимайтын, анамды да сыйлайтын, әкем менің жақсы адам. Қолынып тиіскен маңдайынан, ата-анамдай болалады қандай жан. Өсіретінім қозын мәпемен, айналайын, айналайын әкеден. Әкем барда ешкімнен жасымаған тыспаған, тұғырына төлеті жаңа өмірге бастаған. Көңілімді қимайтын, анамды да сыйлайтын, әкем менің жақсы адам. Көңілімді қимайтын, анамды да сыйлайтын, Мінеки біздің Аруна осындай әкем менің жақсы адам деген әнді орындап шықты. Аруна, көңіл-күйің қалай болды? Жақсы болды. Олай болатын болса, Арунаға өздеріңіздің қолдау күтеміз, құрметті радио тыңдарман. Ал қазіргі кезекте көктем шаттық атты Тұрсынбек Кешубайдың келесі әнін тыңдаңыздар, орындайтын Нұргелді Файзекен. Мүлгиді дауа желтініп,
Құрметті достар, Балапан саз ақын сазгерлерге балалар әндеріне арналған радио байқауының бүгін соңғы хабары. Балапан саз радио байқауының басты мақсаты балалар әндерінің таралуына барынша насихат жасау, мектептегі музыка сабағына көмекші құрал ретінде қолдау көрсету, шығармашылық иелерінің балаларға жазған әндерін дәріптеп шабыт беру. Жоба эфирге шыққан уақыттан бері қаншама балалар әндерінің тұсауы кесілді. Орындалмай сазгер студиясында сарғайып жатқан балалар әндері жарыққа шықты. Ақын сазгерлер балалар әндерін жазуға бет бұрды. Сонымен бүгін ақын сазгерлер арасындағы балалар әндеріне арналған байқау өз мәресіне жеткенін тағы да хабарлағым келеді. Байқау жеңімпаздары халықаралық балаларды қорғау күніне орай өтетін гала концертте өнер көрсетіп әрі марапатталады. Бірақ бұл Балапан саз радио байқауының жұмысы тоқтады деген сөз емес. Келесі апта сәрсенбіден бастап хабарымыз жаңа байқау жобасымен жалғасын табады. Балапан саз қазақ радиосының 100 жылдығына 100 өнерпаз республикалық радио байқауын жариялайды. Байқауға еліміздің барлық өнерпаздары балалар жасына лайықты туындылармен қатыса алады. Яғни тек ән орындап қана қоймай, балалар ақындарының өлеңдерін де оқиды. Қадірменді радио тыңдарман, мен жоба авторы әрі жүргізушісі Алтын Махамбетова өздеріңізбен жаңа жобамен қайта қауышамын. Елімізде бақытты балалық шақтың шат әндері шарықтай берсін.